Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен 2026 жылдың 12 наурызынан бастап не өзгереді, ол жерде қандай айыппұлдар және қандай жұмыс ережелері еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізу керек, уақытылы өшіру керек немесе өзгерту керек деген сияқты мәселелерді айтамыз. Орысша единая система учета трудовых договоров дейді. Бұл жерде еңбек KZ порталы туралы айтып жатыр. Жалпы 2026 жылғы 12 наурыздан бастап Қазақстанда қызметкерлердің еңбек шарттары туралы мәліметтерді енгізу кезінде ереже бұзушылар үшін айыппұлдар қолданыла бастайды дейді. Яғни трудовой договор туралы, сотрудниктердің трудовой договорлары туралы даныларды енгізіп жатқан кезде бір қате кетсеңіздер, уақытылы енгізбесеңіздер штрафтар келеді деп жатыр. Тиісті өзгерістер 2026 жылғы 9 қаңтардағы номер 257 заңмен, яғни Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 98 бабына енгізілді. Бұл жерде былай дейді: енді жұмыс берушілер, яғни работодательдер, егер еңбек шартында мынадай мәліметтер болса, жауапқа тартылуы мүмкін. Қандай қателіктер болса, немесе құқық бұзушылықтар болса, ереже бұзушылар болса, яғни бірінші жүйеге енгізілмеген болса, яғни бұл жерде айтып жатқан нәрсе, еңбек KZ порталына жұмысшылардың уақытылы қай күні приказ шықты, жұмысқа қандай должностьқа, яғни қызметте орналасты, қашан жұмысқа орналасты, немесе трудовой договорлардың номері, датасы барлығы егер жоқ болса дейді еңбек KZ-те. Яғни сіздің бұл жердегі бұл нәрсе толарға айтылып жатыр, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге және жұмысшылары бар ИП-ларға, яғни сотрудниктері бар жеке жаңағындай нелерге, яғни жұмысшы жоқ ИП упрощенный болсын, ол жерде бұл керек жоқ, өйткені еңбек KZ-бен жұмыс істемейді, ода жұмыс жоқ. Ал ТО болса, яғни ТОда егер жұмысшы жоқ болды деген өзінде тоның учредителі бар, құрылтайшысы, яғни директоры, сол туралы мәліметтерді енгізілу керек. Яғни бұл айтып жатқан ақпараттар ТОға және жұмысшысы бар ИП-ларға айтылып жатыр. Екінші, белгіленген мерзімдерді бұза отырып енгізілсе, яғни уақытылы енгізілмесе, үшінші, толық емес немесе дұрыс емес деректер қамтылса, яғни толық енгізілмесе, данылар немесе дұрыс емес енгізілсе дейді. Бұл мәселе жұмыс берушілер электрондық еңбек биржасы порталы арқылы еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде көрсетуге міндетті ақпарат туралы айтылып жатыр. Яғни еңбек KZ туралы айтылып жатыр. Еңбек шарттары туралы мәліметтерді енгізу кезінде бұзушылықтар үшін айыппұлдардың мөлшері дейді. Егер бірінші рет бұзылса, лауазымды тұлғалар үшін 30 МРП, яғни 30 айлық есептік көрсеткіш, ол дегенің қазір 2026 жылы 129.750 теңге, шағын бизнес субъектілері және коммерциялық емес ұйымдар үшін, яғни не коммерческий организациялар үшін 60 МРП, яғни 259.500 теңге. Орта бизнес субъектілері үшін 80 айлық есептік көрсеткіш 346 теңге, ірі бизнес субъектілері үшін 150 айлық есептік көрсеткіш, яғни 648.750 теңге. Енді егер сол ереже бұзушылық сол жылы тағы да қайталанса, тағы да бұзылса, лауазымды тұлғалар үшін 60 айлық есептік көрсеткіш 129.750 теңге, шағын бизнес субъектілер және коммерциялық емес ұйымдар үшін 80 айлық есептік көрсеткіш, яғни 346 теңге, орта бизнес субъектілер үшін 100 айлық есептік көрсеткіш 432.500 теңге, және әрі бизнес субъектілер үшін 200 айлық есептік көрсеткіш, яғни 865.000 теңге штраф. Жүйеге еңбек шарт туралы келесі мәліметтерді енгізу керек, яғни еңбек KZ-ге мынандай даныларды енгізу керек. Бірінші, жұмысшы болса, жұмысшының ИН-ін, жеке сәйкестендіру номері, ЖСН-і, және жұмыс берушінің ЖСН-і ИП болса, немесе ТО болса, БСН-і, БИН дейді. Үшінші, қызметі, яғни должності және қызметкердің еңбек функциясы, жұмысты орындау орны дейді, яғни место выполнения работы,
еңбек шартының мерзімі, срок трудового договора дейді. Егер мәңгілік ретінде тізімделуі мүмкін, яғни бір уақыт қойылмауы мүмкін, немесе қандай да бір мерзімге жұмысқа алыну мүмкін, соны қоямыз. Жұмыстың басталған уақыты, жетінші еңбек шартының номері мен уақыты дейді. Трудовой договордың номер және датасын енгізу қажет дейді. Аталған мәліметтердің ешқайсының болмауы бұзушылық ретінде жіктелуі мүмкін. Ақпараттың толық енгізілмеуі болып саналады екен ол кезде, Енді еңбек кезетке мәліметтерді енгізу мерзімдерін айтып өтейік. Жұмыс беруші еңбек қатынастары туралы ақпарат енгізген кезде белгіленген мерзімдерді сақтауға міндетті дейді. Яғни жұмысқа қабылдау туралы мәліметті 5 жұмыс күннің ішінде енгізу керек. Жұмысшыны жұмыстан босатқан кезде, увольнение работника 3 жұмыс күн ішінде енгізілу керек еңбек кезет порталына. Еңбек шартына қосымша келісім, яғни дополнительное соглашение к трудовому договору сондай өзгеріс болса 15 күнтізбе күн ішінде, яғни бұл жерде жұмыс күні емес, календарный день. Төртінші еңбек шартының мерзімін ұзарту, яғни продление срока трудового договора, ол 15 жұмыс күні ішінде екен. Осыларға мән беріңіздер. Енді еңбек кезетке мәліметтерді енгізу мерзімдері, яғни деректер түзету мерзімдері белгіленген екен. Егер қате енгізсеңіз, ол қателер түзету 30 жұмыс күніне дейін түзетіп үлгеруіңіз керек. Қате енгізілген мәліметтерді өшіру керек болса, ол 30 жұмыс күніне дейін онда өшіріп үлгеру керек. Егер әлеуметтік демалыстар болса, яғни әлеуметтік демалыстар деген социальный отпуск дейді, декреттік демалыс болуы мүмкін, немесе бала күтімі бойынша демалыс, отпуск за уход за ребенком дейді. Сондай туралы мәліметтерді тиісті бұйрық шығарылған күні енгізу қажет дейді. Яғни сіз наурыз айының 12-сінен бастап 2026 жылдың жаңағыдай ипіңіз болса, ол ипіңізде жұмысшы болса егерде, және тоғыңыз болса, ол жерде де жұмысшылар болса, немесе тоғда жалғыз өзіңіз учредитель, яғни директор болсаңыз да, осы еңбек кезет порталымен уақытылы осы айтылған ережелерді бұзбай еңбек кезет порталына мәліметтерді енгізіп отыруыңыз керек, штраф алып қалмас үшін.